Бейнеролик BRICS-Bet компаниясының қолдауымен түсірілген жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер, оперативті қызмет және әрине жандос промокодымен 100% бонустар сіздерді төмендегі сілтемеде күтеді. Біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. BRICS-Bet сілтемесі төменде. Марко Асенсио әлем футболының үміт артар талантты футболшыларының бірі. Бүгінде оны бірі болашақ алтын доп иегері десе, басқалары тіптен Криштиану Роналдудың ізбасары деседі. Бүгін футбол әлемі Испания футболының талантты ойыншысы жайлы тобын белгісіз фактор топтамасын ұсынбақ. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Асенсионың жанұясы Марко әлі дүниеге келмей тұрып Испаниядан Германияға қоныс аударды. Алайда көп ұзамай Испанияға оралып Малиорка аралына көшіп келеді. Дәл сол жерде Асенсио дүние есігін ашады. Оның Реалға деген көп жылдық махаббатын бала кезіндегі суреттеріне байқасақ болады. Туғандарынан Асенсиода әкесі Жольберто және ағасы Игор ғана. Марконың анасы 8 жыл бұрын дүние салды. Реалдағы алғашқы презентациясында Марко анасын еске алып, көңілі босап кетті. Асенсионың анасы Марко Реалда ойнаса деп армандаған еді. Асенсионың әкесі Билбао қаласында дүниеге келді. Ал әжесі әлі күнге дейін сол қалада тұрады. Бала кезінде әкесі Марконы жергілікті атлетик клубына көрсетілімге келген еді. Алайда клуб скауттері Асенсио клуб философиясына үйлеспейді деп жас талантты қабылдамады. Сөйтіп Маркода Малиоркаға оралудан басқа амалы қалмады. Малиорканың негізгі құрамына Асенсио небәрі 17 жасында ілікті. Бір жылдан кейін клубта ресейлік Валерий Карпин баптай бастады. Дәл соның келісімен Асенсио үлкен прогресске түскені соншама көп ұзамай оны сатып алуға Флорентино Перестің өзі келді. Асенсио әрқашан дебюттық матчтерде гол соққанды ұнатады. Патша клуб сапындағы дебюттық ойыны УЕФА суперкубогіне түсті. Небәрі 21 минутте Марко Серхио Риконың қақпасына дебюттық пушкасын қадап жіберді. Ла Лигадағы дебюттық ойынында Марко Реал Сосьедад қақпасына 41 минутте парашют мәнерінде гол соғып есепті ашса, Испания кубогіндегі дебюттық ойынында Культура Леонеса қақпасына тағы айбалаңыз сыртынан гол соқты. Ал чемпиондар лигасындағы дебюттық ойынын Марко Легияға қарсы өткізіп, Роналдудың скидкасынан кейінгі керемет соққысымен гол соқты. Сондай-ақ Асенсио финалдық матчтардың патшасы. Севильяға соққан керемет голын жоғарыда айтқан едік. 9 ай өте чемпиондар лигасының финалында Марко матчтың соңғы минуттерінде есепті 4-1-ге жеткізеді. Тағы 2 ай өте Барселонаға қарсы Испания суперкубогының финалында Марко 2 ойында да Тер Штегенді айбалаңыз сыртынан қапы қалдырады. Соққан голдармен қатар Асенсионың тіркелуші аудиториясы да белеңсіз өсуде. Бүгінде оның Инстаграмдағы тіркелушілері 11,5 миллионды құрайды. Ал Твиттер парақшасына 1,5 миллион оқырман тіркелген. Асенсионың мансабы сіздерге де қызықты болса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жарнама емес, Асенсио жарнамалауды бізден әлі сұраған емес. Әлемдік танымалдылыққа еленіп, Асенсио жайлы айтпаған ауыз естімеген құлақ қалмады. Реалдан аңызды ойыншысы Сантьяго Каньясарес бірде Асенсио жайлы Марко 100%-ық негізгі құрам футболшысы болу керек. Ол өте талантты ойыншы және өте жылдан прогресс кезеңінде деді. Ал Барселонаның аңызды экс-жұлдызы Христос Стоичков каталондық клубта Марко сияқты талантты ойыншыны байқамай Реалдан бұрын сатып алмаған үшін қатты кінәлайды. Оны сол аяғы алтынмен тең. Мен оның Барселонаға неге ойнамайтындығын түсінбеймін. Мен оның агентінде өте жақсы танимын. Алайда оларды көндіру мүмкін емес деген екен каталондық аңыз. Реал үшін феномендік 2016-2017 маусымы Марко Асенсио үшін де фантастикаға толы болды. Себебі дәл сол дебюттық жылы Марко Реал сапындағы алғашқы алтын медальдарын қанжығасына байлап 38 матчте 15 гол соқты. Ал ең бастысы клубтың дәл сол фантастикалық маусымындағы алғашқы және соңғы голдың авторы атанды.
Жоғарда Асенсионың анасының арманы жайлы айтқан еді. 2004 жылы Мальорка аралының жағасында қызықты жағдай орын алды. Жанына 8 жастағы Марко атты ұлын ертіп, жағада демалып жүрген Флорентино Переске бір әйел келіп, "Менің ұлым күндердің бір күнінде Мадридтік Реалдың футболшысы атанады" деді. Өзінің презентациясында Асенсио өмірінің осы эпизодын айтқан кезде Перес сол жағдай әлі есінде екенін айтты. Дәл сол себепті Марконың көңілі босап, көз жасына ерік берді. Өкінішке орай Марконың анасы ұлы екеуінің арманын және жасыл алаңдағы Марконың қуанышты сәттерін көре алмай кетті. 2011 жылы Асенсионың анасы дүние салды. Дәл қазіргі күні Асенсио өте ауыр жарақаттың әсерінен ауруханада ем алуда. Сол жақ тізесінен айқасқан шеміршектері сынып, әлі бастапты үлгермеген мансабы үлкен сұрақтың астына түсті. Футболдың тарихы осы жарақаттан кейін мансабы тоқтаған мыңдаған ойыншыларды біледі. Алайда дәл осы жарақаттан кейін мінездері шымырланып, ұлы футболшыға айналған ойыншылар да аз емес. Роналдо мен Дель Пиро бұған үлкен дәлел. Сол себепті Асенсиоға тезірек емделіп, алаңға оралып, бізді керемет голдармен қайта қуантуына тілектеспіз. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.